Бәріне сәлем тапқыр достар. Білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода «Игра в кальмара» 2 сериалынан сұрақтар қоятын боламын. Барлығы 30 сұрақ. Табуға 10 секунд беріледі. Қанекей дайын болсаңыз, мен бастаймын. Қанекей, бұл қай ойыншы екенін таба аласың ба? Дұрыс, бұл 222-ші ойыншы. Ойынды осы өлең арқылы таба аласың ба? Третий лишний. Смайлик арқылы ойынды тап. Сахарные соты. Сон Ки-хун. Бұл Танос. Мына кейіпкерді точно таба алмайсың. Хёнджу. Мына ойыншыда қандай номер болды? Нөл бір. Жүз 96-шы ойыншы. Ки-хун вербовщикпен қандай ойын ойнады? Русская рулетка. Қайсын таңдайсыз, булочка ма, әлде лотерейный билет па? Вербовщик. Такджи. Не үшін Ки-хун ойынға кірді? Ойынды аяқтау. Ли Мён-ги. Кан Де-хо. Мына карточкалардан дұрысын таңдай аласың ба? Хван Чун-хо. Өзіне бір сыйлық таңда.
Саған қай ойын түсті? Комментарияға жазып кет. Екінші ойында қанша мини ойын өту керек? 5. Пак Хён Сик. Тише едешь, дальше будешь. Бір айырмашылық тап. Дұрыс, ол мына жерде. Қызғылт солдаттар. Мына әжеде қандай номер? 149. Ойыншыларға ойынды тоқтату үшін қайсы кнопканы басу керек? Оң жақтағы X кнопкасын басу керек. Жүз 49-шы ойыншы. Хван Ин Хо. Үшінші ойында қанша раунд болды? 5. Кейіпкерді тап. Соньо. Қайсы сезон сіздерге қаттырақ ұнады? Мына жерде таңдап комментарияға жазып кетіңіздер. Міне достар, видео аяқталды. Видеоның арнага тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, сау болыңыздар.